Астана сөзі парс тілінен енген. Босаға, табалдырық, сарайдың қақпасы, киелі орын деген мағыналарға ие. Осы киелі жерде, яғни есіле аққан ерке есіл мен айдыннан нұр шашыраған нұраның ортасында орта ғасырда бұзоқ шаһары болған археологтар айғақтап отыр. 10-12 ғасырларда гүлденген бұзоқты қазақ даласына отырықшылық мәдениет орныққан алғашқы қала екенін ғалымдар дәлелдеді. Орта ғасырлық бұл шаһар сұлтан ордасымен, тұрғын үйлерімен, құдықтарымен, терең орларымен ерекшеленген. Қалада аймақ тағдырына әсер ететін шешімдер қабылданып, халықтың мәдени саяси орталығына айналған. Ал сол бұзоқтың орнында бүгінде тәуелсіз қазақ елінің астанасы тұр. Елорда елдің саяси мәдени орталығы. Келісімдер жасалып, елшілер алмасып жатқан ірі шаһар. Ендеше кешегі кент қазіргі қаланың арасында тарихи сабақтастық, мәдени жалғастықтың болуы заңды. 2000 жылы елбасының бастамасымен президенттік мәдениет орталығы құрылды. Бұндай орталықтар әлемнің бірсыпыра елдерінде бар. Мысалы, қызметі сан саладан тұратын ақш-та Джон Кеннеди, Францияда Жорж Помпиду мұражайлары. Ал тәуелсіз қазақ елінің президенттік мәдениет орталығы 4 сала бойынша қызмет көрсетеді. Қазақстанда музейлердің саны аз емес, бірақ өкініші солардың көбі өзге мемлекеттердегідей мамандандырылмаған, бір-біріне ұқсас айнымайтын егіздің сыңарындай сондай музейлер. Сосын әрқайсысы әр жерде шашырап жатыр. Оны қайбір келген қонақ соны мәселен іздеп жүреді. Ресейдің өзінде мәселен Третьяков галереясы, мемлекеттік тарихи музей бар. Ал ең асыл бағаларды жинақтаған мәселен Эрмитажда особый кладовая деген бар. Әрине, Қазақстанның музейлерінде осылай жинақтап, алтындарын, бағалы заттарын бір жерге жинаса, олар Астанада болса, келген қонақтарға да, шетелден келген, өзіміздің Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген қонақтар үшін де өте қолайлы болар еді. Әйтпесе, кім іздеп барады, мәселен, Сарматтан қалған алтын жұрнағы бар екен деп Оралға. Осындай бір келеңсіздіктер бар. Жастар жат мәдениеттің жуындысын талғажап өтуге тиіс емес. Мемлекеттің мәдени өмірі мазмұнды болу шарт. Бұл қағида әлемдік тәжірибеде әмбек аян. Әлемдегі кез келген мемлекет төл тарихын дәріптеп, мәдениетін насихаттайды. Осы мақсатпен мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өзі бас болып, президенттік мәдениет орталығының сұлбасын сызып, жобасын жасады. Осылайша тарихын тасқа қашаған елдің әрбір ұланы өткенін екшеп, болашаққа бағдар жасай алатын болды. Ал осы мұражай көнен ардақтап, барды қадірлеуге баулиды. Өйткені тарихын түсінбей, шежіресін білмеген ұрпақтан отансүйгіштік сезім, патриот шықпайды. Сондықтан бұл мәселе біздің темірқазық мұратымыз болуы тиіс. Себебі тарихын құрметтеген халықтың тағылым көзі таусылмасы хақ. Біздің орталықтың ғылыми қызметкерлері Қазақстан Республикасының тарихи құжаттарын жинап, басқаша айтқанда тәуелсіздіктің шежіресі дейтұғын жобаны жүзеге асыра бастады. Бұл өзі басталу барда аяқталмайтұғын, ешқашан бітпейтұғын, Қазақстанның өзінің бүкіл тарихымен тұтасып жалғаса беретұғын үлкен жоба болып отыр. Осының 5 томы биыл шықты. Президент мәдениет орталығы қазір Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ішкі сыртқы саясатын пәрменді насихаттаудың, мемлекетіміздің, оның ішінде тәуелсіз Қазақстанның тарихын, оның шежіресін насихаттаудың орталығына, қазақ халқының, мемлекетіміздің руханиятының орталығына, ордасына айналды. Қазақ халқының тағдыр талайына қанша рет кескілескен шайқас, шапқыншылық, жаулап алу соғыстары жазылды. Қазақ досқа алақанын, жауға жұдырығын көрсете білген ел. Сол сансыз соғыстардың салдарынан қаншама асыл мұраларымыздан айырылып қалдық. Малды да, жанды да бөліске салған сол аласапыран жылдары халықтың қолынан шыққан бұйымдар да талан-таражға түсіп қиратылды. Бүгінде мұражай ашайын десең, асылдың қиығы, алтынның сынығы дейтіндей мұра жоқ. Президенттік мәдениет орталығы көненің көзі болған сол қолда бар жәдігерлер дәріптейді. Соның нәтижесінде Абылай ханның шапаны Астана төрінен орын алды. Былтыр мамыр айында Қарқаралыдан Қазыбек бидің шапаны әкелінді. Қазір сол жәдігерді қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
бұйыртса ол қазақ елі тәуелсіздігінің 18 жылдығына тарту болмақ. Шапанды көргенде жыламай тұра алмайтын едім. 2 жыл жердің астында жатқан шапан, шіруге айналған шапан, сол шапанды 2 жыл соңына түсіп алдым мен. Бабамыздың алтын ұрпағы, алтын ағамызға мың рахмет, осы шапанды сақтап берген. Жылап тұрып айтты, осы шапан үшін 2 ағам кетті, қайда кеткен білмем, хабар-ошарсыз кетті дейді. Міне қазақтың басынан өтпеген қиындық жоқ. Соның бірі өзінің бүкіл ұлы мәртебесіне, халқының символына, паспортына айналған Қаздауысты Қазбек би секілді билеріміздің де, ұлыларымыздың да мүлкі халыққа жат деп есептеген ғой. Алайда асыл мұраның орны үйдегі сандық емес, мұражай төр екенін түсінбейтіндер де кездеседі ел арасында. Оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданында Төле бабадан қалған шапанның жұрнағы табылғанымен, тарих алдындағы жауапкершілікті толық түсінбеушіліктен ол президенттік мәдениет орталығына берілмей отыр. Күндердің күнінде осы жәдігерде мұражайдың мәртебелі төрінен орын тебетініне сенім кәміл. Сондай-ақ орталықта археологиялық қазба барысында табылған әшекей бұйымдарды қалпына келтіретін ғылыми реставрация бөлімі де бар. Зергерлердің қолынан шыққан алтын және асыл металдар осындағы мұражаймен қатар Түркия, Малайзия, Франция, Армения, Катар секілді бірқатар мемлекеттерде сақтаулы. Қызметі сан салалы орталықтың ішіндегі ең негізгісі мұражай. Мұнда 2,5 мың жылдық тарихы бар еліміздің бағал заттарының бірсыпырасы орналасқан. Бекет дейтін азамат кеп, өткен жылы біздің конференциямызға кеп, Қаратаудың баурайынан табылған түрік қағанатының заманынан қалған ескерткіштерді кеп тапсырды. Оның ішінде мен өзім түрік дүниесін зерттеп жүрген адаммын. Оның ішінде ешбір шығыс түрік қағанатында, Монғолияның жерінде, Хақасияда, Алтайда, мына Ресей жерінде ешқайда табылмайтын, кездеспеген биіктігі 3 метр 17 сантиметр түрік қағанының ескерткіші табылды. Соның өзін кешегі замандарда надандықпен, ақылсыздықпен біздің адамдар трактормен сүйреген. Кеудесі бір жерден, басы бір жерде табылған. Сол бекеттің осыны жинап 25 жыл тәптіштеп. Әйел айтады екен, бекеті көшкен жерде қалдырмайды екен. Не қыласың мынаны деп. Ойбай ата-бабамның тарихы ғой бұл дейді екен. Қандай ғажап қазір. Оны көрсету керек халыққа. Ол бізде тұр қазір. Бұл орталықтың мақсаты қазақ халқы тарихының мұражайын жасақтау. Сол себепті мұнда қазақ жерінен табылған аса құнды жәдігерлер мен асыл мұралардың барлығын дерлік көруге болады. Соның бірі Алтай кереметі деп аталып кеткен Берел қорымы. Археологиялық қазба барысында осыдан 25 ғасыр бұрын жерленген сақ көсемі мен оның әйелінің мәйіті табылды. Сонымен қатар ол жерден 13 жылқының сүйегі де шыққан. Бір таңғаларлығы бұл көсемнің жаңағы қос бұрым шашы бүгінге дейін сақталған. Сонымен қоса мына атты өздеріңіз көріп тұрсыздар, соның жаңағы басындағы киген жаңағы бетпердесі. Бұл белгілі жаңағы реставратор Қырым Алтынбековтың өзінде сақталған. Жаңағы қос бұрымы, осы жаңағы басына киген бетпердесі. Осындай 13 жирен аттың 4-еуінен басына жаңағы бетперде табылып отыр. Бұл бетперде жаңағы сол Шығыс Қазақстан, яғни табиғаты керемет, самырсынан жасалынып, қалайымен қапталынып, алтын жаратылған екен. Бір ерекшелігі. Неге жаңағы бізде бүгінгі күнде осы музейге келіп атқан жаңағы жас жеткіншектер бізге сұрақ қояды. Бұл жылқының басында жаңағы неге бетперде, яғни қос пырақ кигізілген деп. Бұл яғни бүгінгі күнде біз тарихтан алатын болсақ, біздің Қазақстанның бүгінгі мемлекеттік рәмізіміз елтаңбада жаңағы осы қос пырақ бейнеленген. Міне бұл биліктің белгісі деп
жаңағы біз түсіндіріп жатамыз. Сол 13 жирен аттың 4-еуінде осындай бетперде кигізілген екен. Берел қорымынан табылған заттар әлемдік ғылымдағы еш теңдесі жоқ дүниелер. Герасимов атындағы зертхана осы обадан шыққан көсемнің бет әлпетін қайта қалпына келтірді. Алдарыңызда біздің дәуірімізге дейінгі 4-3 ғасырда өмір сүрген жаңа көсемнің бет әлпеті, антропологиялық бейнесі, яғни жаңа сіздерге айттым, Берел кереметі деп, міне сол табыттан табылынған жасы 35-40 жас аралығындағы көсемнің жаңа бет бейнесі, сонымен осы алдарыңызда бір үзім шашы көрсетілген. Президенттік мәдениет орталығы мұражай, кітапхана, концерт залы және ғылыми жұмыс құрылымдарынан тұрады. Бұл жер бағыз замандардан бүгінге дейін қазақтың барлық тарихын суреттейтін бай орталықтың бірі. Қазақстан қазіргі таңда іргелі өркениетті елдердің қатарында. Сондықтан тарихты, мәдениетті, салт дәстүрді дәріптейтін уақыт жетті. Әр жолында ақжарма сыр жасырулы халықтың санасынан туған асыл жауһарлардың бірі дастан. Дүние жүзінде дастан тудырған халық көп емес, 4-5 ұлт қана бар. Қазақ ұлты да осы қатардан орын алады. Эпикалық Құлашекең батырлар жырының бір қатары кітапхана сөрелерінде жинақталған. Кітап қоры 600 мыңнан асады. Оқу залы 2100 оқырманға арналған. Жылда президенттік мәдениет орталығының кітапханасына кітаптар түсіп тұрады. 10-12 мыңға аса жаңа кітаптар алып тұрамыз. Ол кітаптар оқырмандардың сұранысына байланысты. Осы Астанадағы дүкендерден қарап аламыз керекті кітаптарды, және баспалармен өзіміздің қатынастарымыз бар, олар керекті кітаптар жіберіп отырады. Сосын міндетті түрде мемлекеттік бағдарламасына байланысты, мәдени мұра бағдарламаға байланысты кітаптар келіп тұрады. Қазір осы бағдарлама байланысты кітаптардың саны 2000-нан асады. Ол енді әр салада әртүрлі кітаптар. Президенттік мәдениет орталығының концерт залының негізінде 2007 жылдан ұлттық дәстүрлер театры да жұмыс істейді. Қазақтың үлес салмағы енді ғана басым болып келе жатқан өңірде ұлттық бағыттағы театрдың ашылуы өте оңтайлы тәжірибе. Театрдың шымылдығы Ұлбике, Алпамыс сынды фольклорлық шығармалармен түрілді. Ал бәйтерек қойылымы Астананың Алатаудан Арқаға көшуіне соған қатысты елбасының толғансыз шешімдеріне арналған. Спектакльдің премьерасына президенттің өзі келіп қатысты. Театр аса үлкен болмаса да, зал адамға толы, аншлаг. Бұл қазақтың ата дәстүрге сусап отырғандығын, соған орай орталықтың оңды тірлік еткенін, халықтың ішкі өзегін, тінін дөп баса алғандығының көшелі көрінісі. Мен келгелі осында бірнеше өзімнің авторлық кештерімді өткізіп жүрмін. Оның алғашқы кешімізді қазақ халқының арғы-бергі замандағы ең ұлы ақыны, сол ұлы ақындардың бір Мұқағали Мақатаевқа арнадым. Онан кейін Әсет пен Дәнеш дейтін кеш өткіздік. Онан кейін біз өткен жылдың аяғында Абаймен сырласу дейтін кеш өткіздік. Осы кештердің бәрі сондай тағдырлы, тартымды болды деп ойлаймын халыққа. Өте ұнады. Ол жайында ақпарат құралдары жарыса жазғаны әлі күнге дейін менің жадымда. Жыл сайын Астананың туған күніне орай президенттік мәдениет орталығында көрме өткізу дәстүрге айналған. Сондай-ақ мұнда президенттік зерттеу орталығы құрылып, жеке қор да жасақталды. Өйткені тарих қыр-сыры әлі толық ашылмаған сынаптай сырғанақ, алмастай өткір сала. Ал бұл ретте президенттік мәдениет орталығы жазбасын жадында сақтаған халықтың рухани ордасына бағаналы тірегін айналып келеді.